Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді голем пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі мынандай тауықтың аяқтары және де мен өзім қосатын заттарым қара бұрыш, шашлычный приправа, дәм кіргізу үшін кішкене зира, кішкене ғана майонез, кетчуп және де чеснокты теркіден өткізіп тұз қосатын боламыз. Құрметті достар, менің видеоларымда байқауымша көптеген көрермендер тіркелмей көреді екен, 80%, яғни сіздерден үлкен өтініш. Төмендегі қызыл подписацияны басып кетсеңіздер, мен үшін үлкен мотивация. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим деп видеомызды бастаймыз. Ең алдымен мінекей жақсылап жуып тазалап аламыз. Мұзы болса ертіп аламыз. Енді қоспаларымызды қосамыз. Көз мөлшерімен ғана бұрыш қосамыз. Шашликке арналған дәмдеуішті қосамыз. Кішкене дәм кіргізу үшін зира қосамыз. Тағы да осы жерде көз мөлшерімен кетчупты қосатын боламыз. Сонымен қатар майонез қосатын боламыз. Енді чеснокты үстіне жақсылап теркіден өткіземіз. Ең соңында көз мөлшерімен тұзды қосатын боламыз, көлеміне қарай. Мінекей барлығын қосып шықтық. Мінекей осындай арнайы бір реттік қолғап алдым араластыруға. Қазір осыны киіп, жақсылап араластыратын боламыз. Көпшілігі сұрап жатады, мариновка қанша сағатқа қоюға болады деп. Негізі мынау мариновкамен бір 10-15 минуттан кейін де пісіре беруге болады. Өйткені өте дәмді. Қазір балаларым сабақтан келеді, садиктен келеді. Соған тезірек араластырып 15 минутқа қоямын да пісіретін боламыз. Барлық жерге сіңу керек. Жақсылап араластыру керек. Мінекей мариновкамыз дайын. Осылай 15 минутқа қойып қоямын. Өйткені пішкенше де тағы уақыт алады. Осы мариновкамен көп тұру керек емес, өйткені өте дәмді болып шығады. Мінекей мариновкамыз аяқталды. Қақпағын жауып 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Құрметті достар, мінекей големімізді осылай жайғастырып аламыз. Жақсылап. Енді осы жайғастырған големімізді 180-200 градуста пешке салатын боламыз.
жайгастырып болгон соң кызып турган пеште 180-200 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Голеніміз пісіп дайын болды. Бүгінгі голеніміздің дәмін Кәусар деген қызымыз көріп, бағасын беретін болады. Мама, тата, капет. Өте дәмді екен. Сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Каналға жазылыңыздар. Мінекей достар, біздің голеніміз дайын. Егер де видео ұнаса, каналыма жазылып, астындағы подписация кнопкасын басып жеріңіздер, және де 1000 подписчик болуға көмектесіп жеріңіздер.